Сәлеметсіздер ме? 6 А сынып оқушысы Асқартай қызы Аружанның әкесімін. Менің аты-жөнім Азимханов Асқартай Қуатбекович. Қарағанды облысы Ақтоғай районы Ақжайдақ станциясында жолшы болып істеймін. Әр жұмыс күні менің осылай басталады. Теміржол рельсін жөндеу маған қиыншылыққа түспейді. Себебі 20 жылдан астам осы жұмыста қызмет етіп келем. Қыстың суығында, жаздың ыстығында қарамастан тәулік бойы жұмысқа шығу әзірмін. Жолды қауіпсіздігін қамтамасыз ету менің міндетім. Халықтың діттеген жеріне аман-есен жету ол біздің міндетіміз. Теміржолшы саласындағы жауапкершілікті мол қызметін осылай абыроймен атқарып келемін. Расында бүгін теміржолшы әкемнің жұмысының оңай емес екеніне көзім жетті. Пойыздың қозғалысы уақытпен есептеледі. Уақыттан ауытқымай межелі жерге көрсетілген мерзімінде жету үшін теміржолшылар тынбай еңбек етеді. Кейде тынымсыз еңбек те аздық ететін кездер болады. Сондықтан әр істің асқан жауапкершілікпен орындалуы керек. Менің әкем де еңбекқорлықпен қатар асқан жауапкершілікте бар. Мен әкемді мақтан тұтамын. Әкем мен үшін үлгі. Болашақта мамандық таңдауда қателеспей, таңдаған мамандығымды әкем секілді асқан жауапкершілікпен атқарамын.